Мен брейн тренерлерге 5 методика ұсынамын. Бірінші, 3 күнде 42 қарып жаттау. Екінші, 7 күнде буындап оқу. Үшінші, 14 күнде сөзбен оқу. Және де ересектерге арналған сағатына 1 кітап және де мегамый методикалары мен курстары. Осы методикаларымның басқа методикалардан, миды дамытуға арналған бағдарламалардан қандай артықшылығы бар? Біздің әрбір күнде бір әрекет жасауға және де әдеттер трекеріне екпін қоятындығымыз. Өйткені жылдам оқу да, есте сақтау да дағды. Ал дағдыны дамыту үшін күнделікті қадамдар қажет. Басқа курстарда көбінесе сізге күнделікті қадамдарды емес, жалпы жаттығуларды береді, бірақ та сіз оларды қалай, қашан, қай уақытта, қандай жиілікте жасау керектігін білмейсіз. Ал біздің 5 методиканың 5-еуінде де әдеттер трекері бар.